Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгін біз Майнкрафт ойынында өте әдемі үй салатын боламыз. 2 этажды. Ол үйді салу үшін бізге осы керек болады. Стопқа қойып көріп алсаңыздар болады. Енді бұл үйді салу үшін бізге бірінші мына ағашты алып алып, әр 3 блок тастап қоямыз. Дәл үстіне қойып шығамыз. Енді біреуін төбеге қарай 4 блок қойып, қалғанын 7 блок қоямыз. 4, қалғанын 7 блок қоямыз. Дәл үстіне қойып шығамыз. Енді бүйтіп жалғап шығамыз. Бүйтіп қойып шығамыз. Ішкі жағын жалғамаймыз. Енді стенасын істейміз. Осындай блокпен. Төбенгі жағында қоямыз. Енді полын жасаймыз. Дәл осы ағашпен.
Енді бұл жағын грави деген гравимен жауып шығамыз, қойып шығамыз. Енді несін істейміз? Үшінің бәрін бұзып, несін істейміз? Енді осындай түсті заборды қойып шығамыз. Сыртқа басқа түсін қоямыз. Осындай қоңырлау. Осындай иіссасыны дегенді алып, есігін қойып шығамыз. Енді терезені қойып шығамыз. Терезесін қойып тұрып, енді крышасын жабамыз. Осындай ступени из древесины сосны деген блокпен.
Дәл осылай крышаны жауып шығамыз. Енді крышаның шетіне осы ступеньін теріс қарай қойып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай. Енді ішкі жағын жауып шығамыз. Енді лампа дегенді алып, осындай лампа дегенді алып, красный блокты аламыз. Дәл қойып шығамыз. Енді люк дегенді алып, терезенің қасына қойып шығамыз. Бәрін қойып шығамыз. Ал енді ішкі декорациясын жасап біттім. Сырты. Енді қазір ішін көрсетемін. Жерге жолға қойып, осындай. Жерге кәдімгі фонарик қойып қойып, енді ішін көрсетемін. Бұл жерде броник, қасында сандықтар тұр. Бұл жерде верстак, пеш, алмаз қойып қойғам. Тағы да сандық, қасында кровать. Енді екінші этажын көрсетемін. Екінші этажында көп нәрсе жоқ. Желе жасайтынмен котел тұр. Балконында тоже ештеңе жоқ. Үй осындай. Кімге ұнады, лайк басып кетсін және комментарийға жазып кетсін. Кім осы үйді өз Майнкрафтына салып алды. Ал қош сау болыңыздар достар.